Мына атам заманда адамзатты бір мәселе басын қатырған. Адам әлеммен бірге ма, жоқ бөлек па деген. Бұны философияда объект пен субъектінің бөлінуі я бірігуі деп айтады. Не болмаса болмыстың бірлігі деп айтады. Адам әлемде бөлек өмір сүреді ма, жоқ бәрі бір жүре ма деген. Енді бұны ислам дүниясында бүкіл ғалам, 18 мың ғалам кісінің жүрегінің ішінде айналып жатыр деп айтады. Енді мына Жалалладдин Руми деген әулие атамыз осы көкірек көзін ашып, жүрегінің ішіне сүңгиді екен дағыны 18 мың ғаламды шарлайды екен. Сосы Конияда тұратын кейбір жағы мұсылман бауырлар жағы тақуалық қылуға ерінетін болса керек, тапқан ақшаларын бәрін жинап алады екен дағыны, сол Меккеге қажылыққа барады екен дағыны, ақшасын бәрін тастап, сонда қауіп қатерге басын тігеді, қатын бала шағасын тастайды. Өгізіне енді бұдан 7 ғасыр бұрын Меккеге қажылыққа бару деген өліммен барабар ғой енді. Соны жыл сайын бара береді. Соны енді Руми атамыз айта деген, қажыға барғыш, ғафыл. Былтыр бардың ғой енді Меккеге қажылыққа, Құдайдың бәйтілласын зиярат етіп қайттың ғой. Қайта бара бергенде не түседі саған оған? Сен енді Құдай саған өміріңде бір рет бар деп әмір қылды, бардың, ол парызды орындадың. Енді келсе енді маған одан да, мен сенің көкірек көзіңді ашайын. Мына жүректің көзі ашылса ішінде бүкіл қызық бар деп айтты. Енді бұл енді Құдайдың Құраннан шығып тұр ғой енді. Адамдардың адасып қарабасы сорлағаны осы көкірек көздері бітеліп қалды дейді. Сонда айта деген Жалалладдин Руми атамыз, ғафыл, ана Меккедегі Байтуллаға барасың, дұрыс, Құдайдың үйі дейміз, оны бәріміз иманымыз бар, бірақ оны Ибраим Халилулла ағаштан тұрғызды. Мына сол жақ көкірегіңдегі тұрған жүрек, ол Құдайдың өзің соққан қағбасы. Сен күніге кешке менің медресеме келді, мына Құдайдың қағбасын зиярат етуді үйрен. Құдайдың құтты күні қажылық жасатам мен саған деп айтады екен. Енді соны тыңдағандар бұған кісіге медресеге шәкірт болып келеді екен. Қалғандарының бәрі сол жыл сайын сол қажылыққа бара беріп, ақырында сол обсессивный неврозбен ауырады екен. Сондай әңгіме енді кейінгі ұрпақ бізге әйтеуір ағалар есті әңгіме айтып қалдырмады деп ренжімесін деп осындай хикаяларды еске салып отырмыз әне.